Үздік сынып жетекшісі 2025 байқауы. Мен Қайырханова Құралай Тастанбек қызы, Рыков атындағы орта мектеп коммуналды мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімінің өмірлік ұстанымын мейіріммен үйрет, жүрекпен тәрбиеле. Мен жас буынның болашағына бағыт беретін, әрбір шәкіртімнің бойында тұлғалық қасиеттерді дамытуды мақсат еткен сынып жетекшісімін. Білімім жоғары. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегімін. Ұстаздық жолында екі түлекті ұядан ұшырып, бүгінде сол шәкірттерімнің жоғары оқу орындарында 2-ші курста оқып жатқанын мақтанышпен айталамын. Сынып жетекшісі ретінде мен оқушыларымның бойына біліммен қатар тәрбие, адамгершілік, елжандылық қасиеттерін сіңіруге тырысамын. Қазіргі жетекшілік ететін 6-шы сыныбым ұйымшыл, белсенді, өнер мен білімге құштар жасөспірімдерден құралған. Менің сыныбым ерекше әлем. Біздің сыныпта 18 оқушы бар, оның ішінде 1 оқушы үйден оқиды, 11 батыр ұл мен 7 өнерлі қыз. Бұл өзара сыйластық пен достыққа толы, танымдық қабілеті жоғары, белсенді топ. Жетістігіміздің негізгі көрсеткіштері. Жалпы үлгерім 100%, бұл әрбір оқушының назардан тыс қалмағанының дәлелі. Білім сапасы 83-33%, яғни әрбір 5 оқушының 4 пен 5-ке оқиды. Сынып құрылымы 4 үздік оқушы, 11 үлгерімі жақсы және 3 орташа оқушы. Біздің міндет орташа оқитын оқушылардың санын азайтып, үздіктер қатарын көбейту. Әрбір бала болашақтың бастауы. Оның жүрегіне жылулық пен білімге деген құштарлықты ұялату менің міндетім. Менің басты мақсатым Қазақстанның бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған, ұлттық құндылықтарды құрметтейтін және 21-ші ғасырдың талаптарына сай креативті тұлғасын тәрбиелеу. Біз алға қойған мақсаттарға жетеміз, себебі менің ұстанымым әрбір баланы жеңіске жетелеу. Назарларыңызға алтын белгі иегері, қазіргі күнде Семей медицина университетінің 2-ші курс студенті Бауыржанов Әділет. Құрметті Құралай Тастанбек қызы, мен сізге ерекше алғыс айтқым келеді. Сіз маған 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін сынып жетекшім болдыңыз. Осы 6 жылдың арасында сіз маған өзіңіздің барлық білгеніңізді, ақыл тәрбиеңізді үйреттіңіз. Өмірдегі қандай да проблемаларды жақсылықпен, қуанышпен қарсы алуды үйреттіңіз. Сіз тек қана бізге сынып жетекшіміз емес, сіз бізге 2-ші анамыздай болып кеткенсіз. Осы 6 жылдың арасында бар білгеніңізді үйретіп, бізге өмірде өз жолымызды табуды үйреттіңіз. Сіз нағыз шынайы тәлім беретін ұстазсыз. Сізге денсаулық тілеймін. Өміріңіз қуанышты, бақытқа толы болсын.